Сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Рай KZ. Бүгін біз менің бұзық қызыммен история түсіреміз. Қалайсыңдар? Привет. Саған жерле керек па? Олай болса достар, біз историямызды бастаймыз. Жүре ғой қызым, үйге кірейік. Окей, кеттік. Үйге тұрамыз. Иә, үйіміз күшті. Ой, мынау кім? Үй, барыңыз ары қарай. Бізге кедергі болмаңыз. Кебапты ғой біреу, иә? Достар, бізді қолдап каналға тіркеліп пікірлер жазып отырыңдар. Мамамыз жұмыс баптарымен 3 күнге командировкаға кетті. Ал біз қызымыз екеуміз 3 күн бойы бірге боламыз, мамасы келгенше. Қызым, бүгін не істейміз? Немен айналысамыз? Қайда барайық? Айта ғой. Мен садикқа барам ба? Жоқ, қызым. Жоқ, бүгін садик жоқ. Тамақ ішейік одан да, иә? Кәлтеңе, папа. Банан жеймін, папа. Жарайды, қызым, қазір. Банан емес, тамақ ішейік одан да. Кел отыра ғой мына жерге. Жарайды. Тамақ ішемін. Иә, кел отыра ғой, қызым. Қазір мен саған тамақ берем. Жей ғой, ас болсын, қызым. Ойдам деген. Папа, рахмет. Ас болсын, қызым. Папа, сен қолымды сүйдің ба? Ой, рахмет, қызым, көп. Ше ғой, ас болсын. Қайда барғың келеді, қызым? Қайда барайық? Білмеймін, кеттілексің. Жарайды, қайда қыдыртайын, білмей тұрғаным менде сол. Қайда қыдыртсам екен сені? Ал кетті, қызым. Қайда қыдыртатын білмеймін, әйтеуір барып жүріп серуендеп қайтайық. Иә? Жүр, артымнан ер қалып қалма. Папа, кеттік. Машинаға отырсақ па? Иә, машинамен барамыз, қызым. Келе ғой, түсе ғой. Байқа, құлап қалма. Қазір мен машинаны шығарайын. Кел, отыра ғой. Байқа, артына отыр сен, аха. Ал кеттік, қызым. Қыдырайық. Брухейвеннің ішіне. Иә, папа. Кетті, қызым. Қане, қызым, маған өлең айтып берші. Әже тайым, лерге тайым. Сонда бақ сөйлет ба, әже тайым. Ой, молодец. Ле, ажым бен тейім. Сенден үзілік ба, сенден сен істейсің. Ой, молодец, қызым. Сен өлең айтып болғанша уже баратын жерімізге де тез жетіп алдық қой. Қандай күшті айтасың. Ой, келді, қызым. Жүрмі торговый центрдің ішін аралайық. Не бар екен көрейік, е? Татыңыз, папа. Иә, жүре ғой, қызым. Артымнан ере ғой. Ішін аралайық. Не бар екен көрейік. Келе жаттым. Аха, келе ғой. Мама, қайда менің мамам? Ой, маман жұмыста, қызым. Мә, қараш, мына жерде киімдер бар екен. Киімдер ұнай ма саған? Ұнайды. Бірақ маған тілемес. Жарайды, киім керек емес па? Жақсы. Мамаң саған көп алып берді ғой киімдер, е? Мына жақта да киімдер екен, жарайды. Папа. Мә, мына жерді қара, күшті ойнайтын жер екен. Папа. Осы жерден саған телефон алып берейін ба? Папа. Телефон алып берейін ба саған? Папеші, не бересің туған меншінде? Туған күніңе ма? Я? Айфон алып берем, телефон алып берем, қызым, е? Я? Керек па телефон саған? Ойлап беті бұңғала па? Иә, қызым, ала ғой телефонды. Сен қуансаң болды. Кай! Менде айфон бар. Ой, молодец, иә, сенде бар. Кеттік енді, қайтайық болды. Үйге қайтайық. Иә, қайтамыз үйге. Айтпақшы, қызым, үйге продукт алу керек еді. Мамаң айтып кеткен, бізге продукт алыңдар үйге деп. Как раз продуктовый магазин тұр екен қасымызда. Тат алайық, банан алайық, пицца алайық. Иә, алайық сон барлығын. Жүр, кеттік ендеше, бірге барайық. Тоқта. Иә, қызым, байқа, басықпай. Жолдан өт, жан-жағыңа қарап. Машина кезаттыр, папа. Байқа, бері қарап. Күте тұрам мен сені. Ой, молодец, әне келдің ғой. Кеттік енді. Продукт алайық, айтқандарыңның бар. Алма, Алекс, алма. Продукт аламыз үйге. Алма, Алекс, папа. Қазір аламыз.
Kola алайық мына жерден. Сок алайықсың. Иә, сок. Кола алдым, сок алдым, су алам қазір міне. Енді су алынды. Иә, міне су алынды. Банан алады. Иә, міне банан алып жатырмын. Банан алдым. Енді алма алайық. Қызыл алма, жасыл алма, иә? Пицца алайық. Пицца аламыз міне. Пиццаны да алдым. Пицца бар, Саған иә? қандай алма ұнайды? Жасыл ма, қызыл ма? Дасыл. Жарайды. Банан жақсы көресің сен, иә? Иә. Анандай сэндвич алайық еще. Алдым. Пицца алдың ма? Иә, алдым пицца. Кеттік жүріп. Папанан алайықсың. Алдым қызым. Барлығын алдым. Керек заттарын бар. Машина кезіп жатыр, папа. Жоқ, машина емес ол. Кассирша қайда кетіп қалған? Жарайды, ақшасын төлеп кете берейік, жүре ғой. Қызым, қайтайық енді үйге. Түн батып кетті уже. Ұйықтайтын да уақыт болды қазір. Қайтайық, папа. Папа, мен шаршадым. Иә, шаршадың ғой қызым. Әбден жүрдік екеуміз, араладық, Папа, иә? пицца дейм. Үйге барып жейсің қызым. Күшті қыдырдық, иә? Кел, отырғызып алайын сені. Жолдан ары қарай отырды ма? Иә, отырып алдың әне. Қараңғы болып кетті ма? Иә, қараңғы болып кетті. Үйге қайтатын уақыт болды. Жолда қызым пиццаны жеп ал, жарай ма? Қарның ашқан шығар. Иә, жеймін. Әне үйге де келдік. Ой, шаршадық әбден, иә? Оттаймыз алы. Иә, қазір. Папа, ой, шаршадым мен. Иә, мен де шаршап кеттім қызым. Папа. Отырып демалайыншы. Папа, түсін жуайық. Ұйықтайтын кезде түсің жуасын, иә. Қазір өзің бөлмеңе барып, түсіңді жуып, ұйықтай қойға, жарай ма? Иә, мен бөлмеге кеттім. Жарайды қызым, бара ғой. Менің қызымның туған күні ертең. Соның құрметіне подарка алып дайындап қойдым. Қызымды барып шақырып келейін енді. Бір сюрприз жасап жатырмын мамасы екеуміздің атымыздан. Ой, қызым жуынып болыпты ғой, үстіге бөлмесіне кетіп қалыпты ғой. Ой, лифт болған қандай күшті, екінші этажда әбден шаршап тұрған кезде баспалдақпен шықсаң қиналып боласың. Ал қызым, ұйықтап жатырсың ба? Мә қызым, не үшін бүлдіргенсің? Мынаның барлығын не істедің? Папа, менің қаным ашып кетті. Ой, бұл қызым қарның ашса, бұлай шашуға болмайды ғой. Тамақты бүйтіп ысырап қылуға болмайды. Не бүлдіріп тастағансың қызым? Бұлай болмайды жасауға. Білем, болмайды. Иә, болмайды, жасауға болмайды. Папа, кәмпит білем ба? Жоқ, кәмпит керек емес қызым. Астыда столда барып жеу керек. Тамақпен ойнауға болмайды қызым. Папа, маған кәмпит берші. Берем астыға барып. Сен бұзықсың ғой, мынаның барлығын жинақ әне. Бірінші содан кейін мен саған астыға подарка дайындап қойдым. Жүр. Сосын мынаны жинап астыға түсе ғой, жарай ма? Кеттік. Мен сені астыда күтем қызым, ал кеттік. Мынаны жина, жарай ма? Міндетті түрде. Ой, бұзық қызым ай. Жинайтын шығар енді қазір. Күтейін, подаркасын берейін. Келе ғой қызым, мұндамын қызым, келе ғой. Күшті ой, папа, күшті папаңғам ғой. Иә қызым, мынаның барлығы сенің туған күніңе сыйлық арнайы. Папа, сен ақбет көп. Сен. Ала ғой қызым, мамаң екеуміздің атымыздан сүйенімсің ғой, біздің сүйенімізсің ғой. Қызым, саған сыйлықтар ұнады ма? Иә, сүйдім папа. Жонымсың, рахмет. Ашып бөлмеңе барып, барлығын ашасын, жарай ма? Иә. Қызым, енді подаркаларың ұнаса, ұйықтайтын уақыт болыпты. Бөлмеңе барып ұйықтай ғой. Бұл піштейм. Иә, бөлмеңе барып ұйықтай ғой, қызым. Папа да оттайды. Шында отта қалам. Жоқ, қызым, бөлмеге ұйықта. Қызым ұйықта қапты ғой. Жүре ғой, көтеріп апарайын мен сені, е? Қызым, менің шаршаған өзі. Бүгін көп жүрді, ары бері көп жүрдік, қыдырдық. Жақсылап ұйықтап демала ғой қызым, жарай ма? Мә, қызым, бұзық қарыш айтқанда тыңдамайды. Жинамапты ғына бургер тамақтарын барлығын шашып сапты. Мә, өзім жинайым енді, амал жоқ.
Ай, бұзық қызым ай. Уф, әйтеуір жинап болдым әйтеуір. Енді уақытымды өзіме арнайын. Душқа түсейінші барып. Әбден шаршадым бүгін. Мә, баламен өткізген күннің кәдімгідей жұмыстан да ауыр. Ой, Әбден душтың шаршадым күшсін бүгін. ай, рахат ай, жақсы болып қалдым ғой. Баламен өткізген күннің Ой, кәдімгідей ұйықтайын, жұмыстан да жат ауыр. демалайын енді. Ой, қызымды көріп келейінші, барып ұйықтап жатыр ма екен өзі? Өлмесін де. Что-то алаңдап кеттім ғой. Жалғыз өзі ұйықтап отқаным қалай болды екен? Ой, қызым? Қайда қызым? Тұрып кеткен ба? Қайда кетіп қалған? Мәссаған. Қызым, қайдасың? Мұндасың ба? Қызым. Қызым, ойнап тығылыспақ ойнап отырсың ба менімен? Бірінші этажға түсіп кеттім екен әлде? Қайдасың қызым? Неғып ұйықтамай жүрсің сен? Неге орныңда емессің? Қызым, қайдасың? Қызым жоқ, что-то алаңдай бастадым. Қайда кетіп қалған? Қызым, шыға ғой, болды. Түнде ойнауға болмайды олай. Мә, қызым алаңдатайын деді что-то. Астыға кетіп қалдым екен. Мына жақта жоқ, сөйтін жағайыншы. Қызым, шық енді, болды, ойнама. Тығылыспақ ойнап жатырсың ба? Мә, алаңдатып жатыр кәдімгідей мені. Қайдасың қызым? Қорқытпа мені. Шық енді, болды. Олай ойнама. Мә, что-то жоқ, үйдің барлығын ақтарып шықтым, даланы іздемесем енді. Қайда екен? Мә, көңілім түсіп кетті әбден. Қызым, қайдасың? Шық. Қорқытпа олай мені. Нарықта жоқ. Көршілерден сұрайыншы, көршілерде жоқ па екен? Көрмедім екен көршілер. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Орыспақ қазақ ба мыналар? Вы не видели мою дочку? Үндемейді, өздерінше. Хе-хе деп күледі еще маған. Адам қызын таппай жүрсе, адамды мазақ қылып күліп отқандары, қандай көршілер атысып жүріп бір-бірімен қуады екен ғой. Қой, судың жағасын іздеп қайтайын. Что-то қызым жоқ. Судың жағасына кетіп, суға кетіп қалмап екен. Что-то қорқытып жатыр мені, бар ғой. Үй, мына машина менікі емес пе? Не істеп тұр мұнда? Болды жоқ. Жоқ, бірақ менікі ғана емес қой. Ондай машина басқаларда да бар ғой, тастап кеткен шығар. Анау менің қызым емес пе? Анау отырған бір қыз отыр ғой әлі. Ой, менің қызым ғой, қызым. Не болсаң, қайда кетіп қалдың? Баба, мен аю алып кетті. Қойшы қызым, аю алып кеткеннен өзің қашып кеткенсің ғой сен. Неге өйтесің? Неге ондай бұзық қыз боласың сен? Мені қорқыттың ғой әбден. Саған не болған өзі? Мен қорықтым. Не үшін кетіп қалдың қызым? Мен саған ұйықта деп айттым ғой. Мода қарап тұрмын ғой. Шомылған нес қызым түнде? Ертең апарар едім ғой суға. Неге олай жасайсың? Әке кешіріңіз. Жарайды енді қызым, қайталама. Қорқытпа мені, жарай ма? Атты сандым. Мама, қашан келеді, папа? Келеді қызым. Бұйырса 2 күннен кейін келеді енді, Үйге қайтайық. Қайтайық. Қорқыттым әбден. Әлі қорқып тұрмын даже. Қуанып тұрмын енді сені тапқаныма қуаныштымын. Суға ендігі рет суға барушы болма олай, жарай ма? Суға батып кетесің сен. Жүзу білмейсің ғой? Ой, қызым, мынау кім дағы түннің ішінде келіп алған еш? Қызым, сен үйде отыр, мен ана ағаңмен барып сөйлесіп келейін барып. Папа, менде балам. Ой, жарайды. Сұрайыншы ағаң кім, не керек екен, өзі не үшін кеп тұр? Кім бұл? Что вам надо? Кто вы? Не керек сізге? Қаяқтан келдіңіз? Чапалан самолеттан. Қызым, тыныш үндеме, үлкен адамдармен сөйлесіп жатырмын, жарай ма? Что вам надо? Айта беріңіз, тыңдап тұрмын сені. Мен оңаша сөйлесек деп едім. Қызыңызды үйге кіргізіп шықсаңызды спор ет. Оңаша әңгіме бар еді сізге. Жарайды, жақсы. Қызымды үйге кіргізіп тайын қазір. Қызым, сен ұйықтай ғой, жарай ма? Түнімен ұйықтамаған шығарсың. Папа. Ой, ақылды менің қызым өзі. Айтқан тыңдайды. Енді үйден кетіп қалмайды,
Молодец, папа. Iya, молодец, өзі ақылды. Мен төсегімде жата тұршы, менің қасымда жарай ма? Жатпайсың ба? Кетіп қалған нес? Қызым, қайдасың? Ой, бұзығай. Мен бөлмеде болам. Жарайды қызым, жақсы. Мен мына кісімен сөйлесіп келейін қазір. Не деп жатыр өзі мына кісі? Ағылшын ба? Түсінбедім мына кісінің өзі. Мына кісі неғып менің үйімнен кетпей тұр, бір серьезный әңгімесі бар сияқты ғой, что-то. Не болса да тыңдайыншы. Погоди дейді. Жарайды. Тыңдайын, сізді айта беріңіз. Артыңыз есіктен. Артырсаңыз шығайын да енді. Ага. Ну, я вас слушаю. Айта беріңіз. Жаңағы қыз сіздің туған қызыңыз ба? Я әрине туған қызым. Да, моя доча это. Родная прям. А что вы? Не болды? Қандай да бір әңгімеңіз бар ма? Да я тоже не шучу. Вы что, гоните что ли? Туған қызым ғой ол менің. Жарайды. Просто сұрау жатқаным ғой. Менің сізге ұсынысым бар еді. Менің кішкентай бала бар, қыз бала. Соны сіз асырап алсаңыз деп едім. Сыртыңыздан қарадым, қыз балаларыңызға өте жақсы қарайды екенсіз. Мен сіздің ажарыңызда тұратын көршіңізбін. Бұл баланың әке-шешесі өкінішке орай жоқ еді осы өмірде. Міне осы қыз алыңыз міне. Асырап алыңыз дейсіз ба? Мына қызды? Мә, қандай сүйкімді, бірақ өкінішті ата-анасы жоқ екеніне. Бұл өте қиын жағдай екен. Бірақ мен мына қызға әке болғым келеді шынымен де. Анасы да қарсы емес деп ойлаймын. Все, я буду ее удочерить. Рахмет сізге. Туған қызымдай қараймын. Туған қызымдай бағып-қағып өсіремін. Амал жоқ енді. Бұйырып тұрған ғой бізге, біздің отбасымызға. Жақсы, мен өте қуаныштымын. Қараш қызым, бізде енді 3 болдық. Қарағай бұба келді. Иә, қызым, міне 3 болдық енді біз. Күшті ма? Қараш, әдемі, иә? Мама туды ма бұба? Иә, солай десек те болады. Қандай әдемі бұба? Бұбаға ойыншық білем, бұбаға ойыншық білем. Иә, ойыншық бересің, қызым. Папа, сенге. Мә, қызым, сенім осындай қуанат деп ойламаппын даже. Қандай күшті, енді ойыншықтарыңмен барлығымен бөлісесің бопамен, иә? Иә, папа. Мә, бұл қыздың жасы қанша екен, бірге де туылмаған ғой, новорожденный, жаңа туылған бала ғой бұл. Атын кім деп қойсақ екен, жарайды, мамасы келгеннен кейін көрсетіп, ақылдасып, содан кейін қоярмыз, е? Папа, маған бұба берсін. Берем қазір. Папа, атым кім? Атын қоймадық әлі, енді атын қоямыз, е? Келе ғой қызым, мына подаркалардың қасында тағы бір подарка бопа болды бізге. Барлығын қосып, фотоға түсіп, мамаңа жіберейік, е? Бері қарай ғой қызым. Татым бейтенім. Әне, шытың. Етай, бұба. Күшті болды, е? Достар, история осымен аяқталды. Сендерге көп-көп рахмет. Пока. Құтты болсын. Пока, достар.